армысыздар, сіздермен бірге қазақ тілі пәні 3-ші сынып номер 127 сабағын өтетін боламыз. Екінші бөлім. Сабақтың тақырыбы сөз және оның құрамы. Номер 109 және 110 беттерді өтеміз. Ең бірінші жаттығу 36-шы жаттығу сөз жұмбақты шеш. Сол арқылы қандай мереке жайлы айтылып тұрғанын болжа. Міне бізге сөз жұмбақ берілді. Бірінші мемлекеттік рәміз, бұл бізде ту. Әріптер қатары әліпби, үй құсы тауық. Мемлекеттік рәміз елтаңба, ешкінің төлі лақ, сұйық зат су, 7-де сүттен жасалған тағам ірімшік, 8-де мемлекет Қазақстан, 9-да музыкалық аспап домбыра, 10-да оқу пәндерінің бірі қазақ тілі, 11-де түнде ұшатын құс үкі. Сонда бізде мына жерде бұнда т, ә, у, е, с, з, д, к. Сонда бізде мына жерде тәуелсіздік деген сөз шығады екен. Сөз жұмбақтың шешуі тәуелсіздік деп аталады. Тәуелсіздік күні қай күні тойланады? Биыл еліміздің тәуелсіздік болғанына неше жыл болды? Елімізде тәуелсіздік күніне арналған қандай ескерткіштер бар? Тәуелсіздік күні 16 желтоқсанда тойланады. Екінші сұрақтың жауабы 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін алды. 2025 жылы бұл оқиғаға 34 жыл болған екен. Үште бірінші бізге көптеген ескерткіштер бар. 5 ескерткіш енгіздім. Бірінші тәуелсіздік монументі, 2 мәңгілік ел қақпасы, 3 Астана бәйтерек монументі, 4 тәуелсіздік ескерткіші, 5 жер ана ескерткіші. 7-ші жаттығу көркем жаз. Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз. Ол 1991 жылы 16 желтоқсанда тәуелсіздігін жариялады. Еліміз әлемге танылған мемлекет болды. Қараймен жазылған сөздерді сөз құрамына талдады. Түбірі мен қосымшасын тиісті белгілемен белгіле. Балалар, достар, біз осыны әдемі етіп, әдемі жазумен өз дәптерімізге көшіріп алайық. Мен мұны қарамен берілген сөздерді сөз құрамына талдадым. Қарамен берілген сөздер: Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз, тәуелсіздігін. Қазақстан түбір, стан осы, біздің сүйікті ата мекеніміз, тәуелсіздігін. Келесі 38-ші жаттығу тірек сөздерді пайдаланып туған елім мақтанышым тақырыбында әңгіме құрап жаз. Тірек сөздер бізге: мемлекет, туған ел, Қазақстан, әлем, тәуелсіз, кең байтақ, мақтан етемін, алтын дәнді деп жазылған. Міне, біз осылай мәтін құрадық. Туған елім мақтанышым. Менің туған елім Қазақстан. Ол кең байтақ, алтын дәнді жермен әлемге әйгілі мемлекет. Біздің елімізде көптеген ұлт өкілдері тұрады. Мен туған елімді мақтан етемін. Келесі 39-ші жаттығу түбірлес сөзді топта. Өнер, ой, дала, өнерлі, су, суат, ойын, ойлан, сусын, дарқан, ойла, ойыншы, өнерпаз. Бізге бұнда түбірлес сөздерді айтуымыз керек. Міне, өнер, өнерлі, өнерпаз, ой, ойын, ойлан, ойла, ойлан, ойыншы, су, суат, сусын, дала, дарқан. Ал осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.